Мен, короче, TikTok қарап отырмын да. Блядь! Соблазн болса да мен похуй. Чехияға кетем ау деймін ше. Не істесек болады? Кішкене бос уақытым болып қалып еді бір. И то үйге барып ұйықтағым келіп тұр, но менде жұмыстар. И сука! Көріп қалдым да, бір қыз бүйтіп отыр да мен TikTok'та. Просто надо менять бедное мышление, у вас просто бедное мышление, нельзя, блядь, экономить, надо на все хотелки тратить. Извини, Акиносин, Казахстанның экономикасымен, блядь, если ты не будешь экономить, ты, блядь, сдохнешь на второй день. У вас просто с детства это, ну, блядь, без пиздец, блядь, каждыйымыз қазір миллионердің отбасында туылдық. Мы меняемся, конечно, но что поделать, бедное мышление бар. Что поделать, сука, кішкентай кезімізден, блядь, асханаға берген ақшаны жинап, бір хотелкамызды алатынбыз. I'm sorry. Это нормально, то, что бәріміз средний семьядан шыққанбыз. Пиздец болып отыр, блядь, ёп твою мать, екен осы. Просто мен сондай қатындарды көп байқаймын да, андай. Мысли латеральные. Извини, твой мужик ебашит 24/7, ты просто сидишь нахуй дома. Я не завидую саган. Просто, блядь, пиздеть и свои 5 копейки пихать, блядь, куда не надо. Не надо, пожалуйста. Вот этот инстаграмный жизнь, моргой. Все идеально, квартирасы идеально. Блядь, никто так не живет. Некоторые, да, проценты. Статистика что? Қазақстан бойынша 20% адамдарда ғана не бар, загранпаспорт бар. 80% адамдар вообще ұшып көрмеген самолетпен. Кейбіреу вообще за границей көрмеген. И не надо тут идеализировать, да, типа, I'm sorry, давайте будем смотреть реалистично на жизнь. Знаете, из-за того, что все инстаграмно, все красиво должно быть, біз өзіміздің реальный өмірімізді көрсетуге ұяламыз, потому что думаем, это, типа, блядь, мы бомж просто. Все так живут, нормально, так что не парьтесь. Бұл да негізі дұрыс шығар, мүмкін, но, знаете, өмірдің качествосын түсірмеген дұрыс зарплатамен бірге. Мысалы, қатты экономить етіп, сендер апатияға келуі мүмкін ол зат, потому что вы себя не балуете. Вечно вот этот қысып өмір сүріп жатсыңдар, потом уже все, өшіп қаласыңдар. Менде сондай ситуация болған. А сейчас как я экономлю? Мен мысалға артық мындай дискотека, клуб, шмлуп, ресторан, қымбат ресторандарда отырмаймын. Маған ол нафиг не нужно. Я могу там барып келуге бір-екі рет, да? Жетеді ол маған, үйде тамақ ішемін мен. Базиликқа барып келем керек десе. Өйткені арақ анау-мынауға ақша кетіп қалады, ана барасың клубқа. Кем дегенде 30-20 40 мың жұмсап кетесің. Білесің, сол 40 мыңға мен қаншама тамақ алып, үйге анау-мынау порошогымды аламын да, соны ойлаймын мен. Еще маған андай соцсети жазады, типа, сен наркоманкасың деп. Мен ақша аяймын ондай заттарға, извините. Бар ғой, даже бергім келмейді ақшаны. И на чем еще я экономлю? Это одежда. Мен мысалға андай күнде мегаға барып, жетісіне бір рет мегаға барып киім алып, ойбай, не новинка болып жатыр деген зат жоқ. Бір-екі удобный киім болса, жыртылмағанша кие беремін. Мен еще киімді ұқыпты киемін, аяқ киім деген заттарды ұқыпты киетін адаммын. Енді кішкентай кезімізден үйрендік те ол затқа. И оның сыртында косметика. Қыздар мысалы косметика, бижутерия деген затқа көп ақша құртады. Мен лучше бір качественный тоналка аламын, тоналка немесе крем, соны қолданамын до конца, пока бітпегенше, потому что так надо. Бір продукты қолдану керек, как тебе кожаңа реакция беретін, соны тексересің. И мен лучше бір қымбат тоналка аламын да, болды. Либо там бюджетный тоналка. Если кожама келіп тұрса, әдемі покрытие болса, почему бы нет? Но 45 тоналка алып, 45 духи алып, мен адам емеспін. Вот реально, оған ақша құртқым келмейді. Бар ма? Біреу жетеді әкең осы. Не тыпырлатып бәрін алып. Сондай қыздар түсінбеймін, но өздерінің кайфтары шығар, білмеймін ғой, енді я не осуждаю. Мен сендерге реально айтамын, менде болды андай пиздец енді прям байлықтар тасып баратқан еркектер. И олар өте жадный адамдар, вот реально. Менде сондай болып баратам да, бірақ өзім успокоить етемін, жай сен жұлдыз богатый болып баратсың деп. Просто мен мысалы магазинге барам ғой, и андай порошок тұрады 4000 теңгемен скидкамен. И мен барып кассаға алып ұрып атқан кезде басқа баға шығады да. Ой, мынау 5000 теңге екен дейді да, мен айтамын, скидкамен тұрады ғой деймін да, алмаймын, алып таста әкең осы деген деймін. Ұялмаймын. Ұялмаңдар сендер. Похуй. И мақтанып кетейінші.
мен бұрындары жұмыс істеген кезде мен младший менеджер болып жұмыс істедім да, и жанымда қыздар болды, олар уже менеджер, анау мынау үлкен менеджер, админ болып жұмыс істеді да, и олардың зарплатасы 380 мың, 350 мың болатын, менікі бір 240-260 болатын да. И олар андай зарплата келген кезде капец, прям андай косметика алып, киім алып, мегадан шықпай анау Нино деген облако не дейтін еді, анау Оливье деген ресторандарда шықпайтын да. Типа, да, покушаем, анау деп. И маған шақыратын, мен бармайтын, әкең осы жұмсамаймын. Ана жерде счет пиздец шығады, и ақша аяйтын да. Сол кезінде маған күлетін, ойбай деп. Мен сол кезінде айттым да, суки, смотрите, завтра я поднимусь нахуй дедім да. Сол кезінде посмотрим деп. И қазір прикиньте, сол жұмыста әлі жұмыс істеп жүр. Зарплатадан зарплатаға секіріп жүр да. А мен уже нормально, ни хатасы жоқ, ни машинасы жоқ, ни пассивкасы жоқ, ни, блядь, подушкасы жоқ, безопасность. Дымы жоқ. Сол кезінде айтқам ғой, қазір уже қараңдар мен қандай болып отқанымды. Короче, похуй. Мен сызып кеттім, дизайнермен сөйлестім да, рахметімді айтып, спасибо. Мен бірақ кетуім керекпін, Аймердің туған күніне баруым керекпін обязательно деп. И вот. И анда вообще, бля, атмосфера. I'm sorry, конечно, может меня там назовут мамбеткой, но мне без разницы, их мнение меня не ебет, но, типа, слишком фальша много. Деген түрлер ғой, короче. Құдай жаным, баратын жеріміз бір, успокойся деген келе, ше? В общем, документтердің барлығы дайын. Қазір өткіземіз. Қыздар, в общем, келе жатыр. Өзі білмейді ештеңе. Нормально болады жатыр. Еще киініп алу керек. Өзиді алып келе жатыр. Көзін жұмып, енді қазір. Тысяча людей собирали $1 купюры. Бәрін жинап алатын ма ақшаны, бәрін тегеу. Как раз $1 миллион. Rolex. Жүрегі шығып кеткен ба? Қанша теңге тұрады? 8 миллион 800 мың. Кім берді? Әрине. Ой. Маған ше? Продан? Маған қанша бересің? Астанада концерт бітсін. Соны бітсін. Алла қаласа. Бәрі бір уақыт көрсетеді бауым. Главное әйтеуір. База, е? Не, жақсы классика. Жоқ, негізі ақшаң болса неге алмасқа подарка ғой. Керемет бауым. Осындай